Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз необычный. Бүгінгі біздің тақырыбымыз футболға қалай товар жібереміз. Бірінші часть, бүгінгі біздің бірінші частьта не айтылады? Бірінші біз товарды анализ жасап, товар таңдау. То есть бүгінгі біздің выпускта осы айтылатын болады иншалла. Енді қазір мен студентпен кездестім. Есімім Айдар болады. Бұл менен ең бірінші оқып бітірген студентім. Осы баламен кездестім. Бұл баланың қазіргі обороты қанша? Қазіргі оборот 7 миллион. 7 миллион. 7 миллион болып кетті ме? Я уже рубль қымбаттап отыр ғой. Рубль? Рубль 8-де 29 болып кетті. 8-де 5 болды. 8-де 5 болды ма? В общем, бұның обороты 7 миллион теңгеге жетті. Айлық оборот қой, брат, жылдық емес қой? Айлық. Айлық, көрсетіп прибыль қанша сенеміз де. Ладно, есікше скриншот қойсаңыз. Прибыль қанша, бірге бір бар ма? Прибыль 1-ге 2 деп өте. 1-ге 2. Масында сен қанша салдың? Примерно плюс-минус. Мысалы, қанша қалай? 3 миллион салсаң 8 миллион шығатын деген сөз ба? Примерно. Плюс-минус, 1 миллион салсаң 3,5 миллион шығады, примерно негізі. Айына 3-4 миллион таза пайда қала ма? Примерно. Айына 3-4 миллион таза пайда табады. Бірінші студентім. Енді қазір бұл бала маған ФБС-ті, брат, мен бітірдім, короче, ФБС-ті нормальный табыстап отырмын. Енді масштабироваться хочу, мен товарларымды сразу футболға жібермекшісін деп осы бала келіп отыр. Өзінің таңдап қойған уже товарлары бар екен. Қандай ниша, брат? Менікі все для садоводства и товары для дома деген категорияларда. Товары для дома, все для садоводства. Примерно 1-2 лайфхак туда-сюда ФБС сататындарға. В общем, өтпейді ау деген заттар өтеді негізі, по сути бар ғой. Өте үлкен лайфхак. Өтпейді ау, мына товар өтпейді деп тұрған товарыңыз, салсаңыз өтіп кетеді да. Сондай товарларды көбірек салу керек деп айтып отыр менің студентім, молодец. Енді қазір бүгінгі бізде, то есть задание, бізге товарлар табу. Сен енді бұл баланың өзінің товарлары бар, уже который уже дайын тұрған, жіберейін деп жатқан. Бірақ одан бөлек тағы да біз товар табамыз. Кабираға айтып бар қолға. Не өп кетті бізде. В общем, бұл баланың товарлары бар, футболға жіберейін деп жатқан. Енді одан бөлек қосымша тағы да товар жіберейін деп жатыр. Ол үшін біз товарды анализ жасаймыз, то есть поставщиктармен келісіп, товарларды табу керек. Сосын офисқа барып, сол товарларды анализ жасап, аналитикадан өткізіп, сол товарды закуп жасап, упаковка жасап жіберетін боламыз иншалла. Енді бүгін бізге сәттілік. Қазір біз барып поставщиктамыз. Бұл бала өзінің товарын көрсетпеймін деп айтты, енді өзінің товары, так что өзінің конфиденциальность. Так что көрсететін товарларды көрсетеміз, көрсетпейтін товарды көрсетпейміз. Так что оны өздеріңіз еңбектеніп сол товарды іздеп тапқан кезде түсінесіздер. Все, кеттік өнде, брат. Perfect. Ассалаумалейкум, мама. Қазір бір пассажға келдік. Бұл кісі бізде не сатады дедім, брат? Пластиктар, неше түрлі пластиктар сатады екен, то есть ыдыстар, атым ұттым. Корзиналар, рукомойник дегендер өте береді. Ана жаққа көрсетсем болады. Тоже жақсы өтеді. Көрді ме? Пластмасты просто баға дегенді білмейсің да, мысалы. Қанша тұратынын білмейсің деген сияқты ғой. Осы пластмассовый ыдыстар өте жақсы өтеді екен. То есть сіздерге плюс ниша былай айтқанда. Лайфхак өзіміздің Айдардан. Қазір барып сөйлесін десек, мына жерде алдында товар тұр екен, иншалла қазір осыларды шығарып тастайын, сосын барып сөйлесеміз деп жатыр қой. Пока басқа бар едік, маған кисточка дедім ба? Соған бар едік. Қай жерде ғой? Қай жақта? Қазір біз бір поставщикқа келдік, осы поставщикпен қазір келісіп, бұл кісінің жіберетін, футболға жіберетін товардан тыс тағы да біз товарды анализ жасайын деп жатырмық. Сол үшін біз поставщиктерді таба беріппіз. Жол. Қазір осы кісіден футболға товар жіберуге анализ жасайтын боламыз иншалла. Кеттік кірейік. Бұл сендер постоянно алып жүрген клиент тұр ғой? Поставщик қой, Ассалаумалейкум, брат. Как вас зовут? Эдди? Да. Эдди. Вот Эдди, брат, это его бутик. Сейчас будем ваши товары смотреть, анализировать. У вас фотографии есть же этих товаров, правильно? Вот, телеграм-канал, да, есть? Телеграм-канал. А можно вашу визитку, да? Визитка что-нибудь есть?
пожалуйста. Здесь ссылка есть, группа, там все фотки есть. Все, мына жерде ссылка бар екен, осы товардың, міне, брат, мынау саған. Осы товармен біз бірге барып, қазір офиста товарға анализ жасайтын боламыз, ол аналитика МПСТАС арқылы жасайтын боламыз. Қалай глубина ниші, соның барлығын зерттейтін боламыз. Қайсы осы жердегі неужели 1000 товардың ішінен 1-2 товарды біз қосымша аналитика жасап, өзіміз жіберетін боламыз. Қазір біз товарларды таңдап алдық, примерно поставщиктер таптық, енді қазір офисқа барып аналитика жасайтын боламыз. Кеттік. Енді біз қазір офисқа келдік. Офиста біз қазір бағанағы Эдик поставщик бізге берген визитканы алдық. Осының ішінен Telegram каналға кіріп, біз не істеп отырық, брат? Товарды іздеп тауып, оны жаңа МПСТАСпен анализ жасап, жасаймыз. глубина нишасын зерттеп, керек товарды алып, таңдап, қосымша біз оны неге жібереміз? ФБО-ға жібереміз. Қазір мына жерде мына Эдик посуда деген біз бағанағы Telegram каналына кірдік, мына ссылка бойынша. Осы жерде мына товарлары бар, барлығын товардың фотосын жібіп салып қойған. Мұнда посудалар бар екен, неше түрлі. Астын сұрайық. Чайниктар, силиконовый нелер. Біз осы товарларды қазір қарап отырып, арасынан бір товарды алып, ФБО складына жіберейін деп жатырмыз. Енді осылардың ішінен бізге қазір ұнағаны, ол бізде не бұл, брат? Кисточка кулинарная. Сендер бұны ФБС-пен тексеріп көрдіңдер, иә? ФБС-пен бұл товар жақсы өтіп жатыр екен. То есть дәл осы кисточкалар 2600 теңгеден бағасы. Конкуренция ондай қатты көп емес. Міне, подали более тексчілер. Дәл осы кисточканы біз алып қазір тағы да бір МПСТАСпен анализ жасайтын болдық. Міне. Қазір товардың жоғарғы жағындағы карточкаларды қарап көрейік. Именно кисточки кулинарные, міне мынау зере. Дәл осы товарды зерттеп көрейік. Купили более 700 рет сатылған, артикулы 29 отзыв бар. В принципе, жаман емес. Дәл осы товарды біз қазір МПСТАСтан ішкі внутренний кухнясын көрейік. Міне біз оны МПСТАСқа қойдық. Кисточка кулинарная, атмосфера за 60 дней. То есть аналитика за 60 дней. То есть бұл товарда өте жақсы спрос. Бізде көк, бізде аналитикасы, бұл бізде товардың остатығы болған жағдай. То есть ода товарлар өскен, и товардың остатығы аз қалғанда, и оның, соответственно, жерде бағасын кішкене көтерген, сосын продажалар кішкене азайып, остатық көбейгеннен кейін бағаны түсірген. Қазір бағаны ашамыз. Мүмкін ме? Бағасын ашсақ. Мына жерде бағасы нормально түсіріп келген кезде, қызыл продажа ғой. Продажалар көп болғанда, и бағасын кішкене көтерген, остатық азайып атқаннан кейін, бағасын көтергеннен кейін продажалар бізде мына жерде азайып қалған. Сол үшін оның средний бағасын біз өшеден көріп алсақ болады. Біз оны примерно сататын бағамыз міне 192-200 рубльден примерно плюс-минус жақсы өтеді. То есть мына жерде міне 9, 10, 7 примерно. Но енді бұл ең мықты карточка емес. Былай айтқанда средний уровеньдағы карточка. Міне, мына жерде көрініп тұрған, брат, цифралардың бәрі, Примерно көрініп тұр. Аха. Енді дальше қарайтын болсақ, бізде міне осы көрсеткен дұрыс болады. Міне, бұл товардың карточканың рейтингі 50% қана екен, бірақ, одан да жақсы қылып істеуге болады деген сөз. Ценасы бұлда средний 292 рубльдан өтіп отыр екен. Логистикасы бізде 72 рубль. То есть ФБО бойынша бізде ол қанша? 12% екен. Выкуп 94% бізге өте жақсы. Фотосы осындай. Енді дальше міне. Қазір Калединадан, то есть незе складта тұрғандары міне, қай жерден жақсы өтіп отыр. То есть именно Каледина складынан жақсы өтіп отыр екен. ЭУБС-мен такой нормально. И электростальдан жақсы өтіп отыр екен. Электросталь мен Калединаға жіберсек болады. В основном біз қазір енді алып Калединаға жүре білсек болады. Соған ұқсайтын тағы да бір товар бар. Мына товарды жіберсек болады. Ол бізде ол Сито. Сито. Бұның обороты 600 000 рубль. Мына жерде бізде ол кісінің товары наличие бітіп қалған. То есть осы товарды біз жіберсек болады. То есть значит бұл товар бізде неде спроста деген сөз. Примерно 2 товарды қарадық. Енді осы товарды біз алып
тағы да ішіндегі бағана глубина нишасын полностью тағы да бір рет зерттеп шығамыз. Енді иншалла тағы да осындай бір-екі товарды алып, общий ФБО-ға отправка жасайтын боламыз. Енді иншалла бүгінгі выпускымыз товар таңдау, поставщиктермен келісу болды. Енді екінші выпускымыз бізде не болады, брат? Жаңа сатып аламыз базардан. Закуп жасаймыз. Закуп, упаковканы заттан аламыз. Сосын поставкамен иншалла жіберетін боламыз. Сосын бізде не бар? Контент бар. То есть контент ол инфографика, видеосы бар, анау бар, мынау бар. Олардың бәрін біз не істейміз? Закуп жасаған кезде бір штугын алып, студияға барып түсіріп, жақсылап контент жасайтын боламыз. Видео ұнап жатса, лайк басып кетіңіздер, подписка жасаңыздар. Иншалла мына кісінің телеграм каналын сіздерге осы видеода қыстырып кететін боламыз. Қолдап өтіңіздер. Тағы да екінші часть күтіңіздер, екінші часть шығады. Екінші часть ерте шықсын десеңіздер, комментарий. Көп нәрсе сұрап кеткен сияқтымын, жарайды. Все, давай десе, брат. Все, давайте. Увидимся. На вершине, увидимся на вершине. Все, в принципе. Пойди, она,